Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Афина мемлекеті. Апин мемлекеті Антарктидада орналасқан. Антарктиданың батыс бөлігіндегі кең байтақ жазық далада бар. Жазықтықта күз жартысы төбелер кездеседі. Осы жазықтық біздің заманымыздан бұрынғы 2000 жылдықта Афинаны қаласы пайда болған. Төбенің биік басында берік тас қорған бар. Қамал салынған, оны Аркеполь деп атаған. Аркеполь грек сөзі, үстіндегі қала қаланың орталық бөлігі, оның айналасындағы афиналықтардың үйлері орналасқан. Афинаның халқы жау шабуыл жасағаннан берік қорған Апереголь келіп паналаған. Антарктиданың барлық тұрғындары оның басты қаласының алтын орай афиналықтар деп атаған. Афинадағы билік ақсүйектердің қолында болды. Олар ақсүйектер кеңесін құрды. Ақсүйектер кеңесі 9 адамнан тұрды. Олар Аттика тұрғындарына үкім жүргізді. Бұл үкімдер ақсүйектердің мүддесіне лайықты етіп жазылды. Сондықтан ақсүйектердің озбырлығына қарсы Афинаның қарапайым тұрғындары наразы болып отырған. Қаланың орталығындағы Трафинция Нобалас келіп айналасы қоғамдық үйлер мен жабық галереялар мен ғибадатханалармен қоршалған. Ішкі бөлігі Агора деп аталды. Агора грек сөзі базар, алаң. Агораның маңызды бос жерлерге қолөнершілер қоныстанған. Осы жерде әртүрлі шеберханалар болған. Шеберханаларда қыш бұйымдарды жасайтын, жіп иіріп, тоқыма тоқитын және тер илейтін. Антарктидадағы басқару ісі Афина мемлекетінің құрамындағы 12 елді мекенде кіреді. Бұл өңірде Антарктида аймағы деп атаған. Антарктида аймағы халқы біртұтас афиналықтар деп атады. Біздің заманымыздан бұрынғы 17 ғасырларда шонжар афиналықтар бүкіл Антарк жерін өздеріне бағындырып алады. Сөйтіп бағындырылған аймақтағы ақсақалдар кеңесі басқарады. Ақсақалдар кеңесі ақсүйек шонжарлардан тұрады. Шонжарлардың билігі аристократия деп аталады. Шілер, қолөнершілер, саудагерлер және кедейшілер мекен етті. Олар демостра, грекше халық деген сөзден атаған. Ақсүйектер мен демостардың арасында теңсіздік болды. Демостар өте ауыр жағдайда өмір сүрді. Ал ақсүйектердің үстемдігі жаппай наразылық туғызды. Жаппай наразылықтың нәтижесі мемлекетті құлдыратты. Біздің заманымыздан бұрынғы 594 жыл Салонаны Артедонт басқарушы етіп сайлады. Оны Антарктиданың бүкіл тұрғындарын құрмет тұтты. Ол өте әділ, ақылды, дарынды шешен болды. Сол өмір бойы оқып, өзінің білімін тереңдетіп отырған. Әртүрлі тақырыпта өлеңдер де жазған. Соны Афина демосының мүддесін көздейтін заңдар, реформалар шығарды. Ол заңдар үшін ағаш тақталар жазылып қаланың алдында қойылды. Заңдарда ру ақсүйектерінің билігін жойып, оларды ерекше жағынан айырды. Қараз тастардан алып тастауға әмір етті. Реформаның нәтижесінде арғы тегі антарктидалық барлық ер азаматтар Афина мемлекетінің азаматтары болып есептелінді. Афинадағы жоғарғы үкімет билігі халық жиналысқан болды. Ол айына 4 рет шақырылды. Оған 20 жасқа толған Афина азаматтары қатысты. Халық жиналысында қызу талас тартыстар болып тұрды. Барлық мәселелерді көпшілік дауыспен шешіп қабылдады. Халық жиналысының жұмысына 500 адамнан құрылған кеңес көмектесіп отырды. Кеңес мүшелері 1 жылға сайланды. Гректер Афинадағы мемлекеттік басқару ісін демократия, демос, халық, кротос, билік деп атады. Шыққан тегіне байлығына қарамастан кез келген Афина азаматы мемлекеттік мәселені шешуге қатысты. Басқару ісіне араласа алады. Салонның заңдары Афина демократияның халық билігі негізін қалады. Афинаның келесі бір көрнекті мемлекеттік қайраткері Клисфена болды. Ол Афина демократиясын нығайтып ілгері дамытты. Класпорна 500 адамнан тұратын 500 жүздіктер кеңесін құрды. Оның құрамында әртүрлі топтың шонжарлар, қарапайым халық, кедейлер өкілдері енген. Кеңес ең жоғарғы мемлекеттік орган болған. Афинаның барлық қызмет органдарына 3-4 адамнан 1 адам балама түрде сайланды. Клифосен елде сенімді адамдардан тұратын халық сотын құрды. Халық соты ең жоғарғы сот саналды. Олар жергілікті жердегі сот үкімдерін қайта қарап, әділетті түрде шешім шығарып отырған. Афинаны халық жиналысының маңызды артты. Халық жиналысы сондықтан да жиі шақырылды. Клисфен
басында Афина басқа грек қалаларынан келіп ұзақ уақыт тұрған адамдар да Афина азаматтығын ала алды. Афинадағы саяси және әлеуметтік қатынастардағы мол біздің заманымыздан бұрынғы 5 ғасырдың орта кезінде Афинаны аса қуатты және байғала мемлекет болды. Афина флоты әскердің сонымен бірге одақтастар қазынасын билеп, теңізде үстемдік жүргізді. Сондықтан афиналықтар теңіз қожасы деп атанды. Афина біздің заманымыздан бұрынғы 5 ғасырда Грекиядағы нағыз демократиялық мемлекет болды. Бұл жерде тұңғыш рет байлығы мен даңқына қарамай кез келген азамат сот болып сайланылды. Афиналықтар әр азамат әскерінде немесе флотында қызмет етуге міндетті. Реформа нәтижесінде шаруалардың қарызы жоғайлды. Олардың жерлері өздеріне қайтарылды. Барлық қарыздар кешірілді. Біреулерге қиянат, зорлық жасау тоқтатылды. Халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін ақша реформын жүргізді. Біздің заманымыздан бұрынғы 5 ғасырдың орта шенінде Афинаны Фрикел үлкен ықпалға ие болды. Ол өте талантты, білімді және асақан шешендерінің даңқы бөлінді. Фрикел ондаған жылдар бойы Афина демосының көсемі болды. Халық жиналысы біздің заманымыздан бұрынғы 443 жылдан бастап 429 жылға дейін Фрикелді 15 жылға ең жоғарғы қызмет біріншісі стратег қолбасшы қызметіне сайлады. Ол өзінің бүкіл өмірінің мемлекеттік жұмыстарға арнаған. Фрикел Грекия халқын Афина билігіне қол астында біріктіру үшін күш жұмсады. Ол басқарған кезде Афина қаласында храмдар, театрлар мен зиялы бақтар салынды. Фрикел театрға зор мән беріп, кедейлердің ойын-сауыққа баруына мүмкіндік жасады. Афинада бүкіл халыққа жиі тегін ас беріп, мерекелік шерулер ұйымдастырылып отырған. Фрикел тұсында Афина қаласы әдемілігі жағынан Грекияның барлық басқа қалаларынан әлдеқайда асып түскен. Грек-парсы соғысы біздің заманымыздан бұрынғы 5 ғасырда парсы патшасы Дарий I Грекия жерлерін жаулап алуды көздеді. Ол грек қалаларының байлығын басып алуға ұмтылды. Бұл грек-парсы соғысына ұласты. Бірінші Дарийдің жаңа үлгідегі әскердегі жасақтарды әскерлердің құрамында сақтарда болды. Сақтар бір Дарийдің кезінде өлмейтін 10.000 деген атауға алған патша әскерінің құрамына енді. Ежелгі Грекия жерлеріндегі ең қуатты мемлекеттер Афина мен Спарта еді. Біздің заманымыздан бұрынғы 490 жылы парсы әскерлері Эгей теңізі арқылы кемелермен Антакия аймағына келді. Мұндай суық хабар афиналықтарға жетті. Афинада тез арада 10.000 әскер жасақталды. Афина әскерінің тез арада 10.000 тәжірибелі қолбасшысы стратег Милнайтит басқарды. Парсы әскерлері сан жағынан афиналықтардан әлдеқайда басым еді. Гректер төбелерге орналасқан жазықтықтағы парсы әскерлерін бақылап отырды. Афиналықтар Парсыдағы қалаға жербеуге тырысты. Гректер Марафон даласында шайқаста ерекше батылдық танытты. Афина әскері флотқа тәріздес сап түзей отырып жазыққа қарай жылжыды. Гректер кескілескен шайқаста жауды жеңгеннен мәжбүр етіп теңізге қарай ығыстырды. Шайқаста гректер саны басым парсы әскерінің жеңіп жаудың 7 кемесін қолға түсірді. Милитат парсылардың күрегенін хабарлау үшін Федикс деген желаяқ жүргізуші Афинаға жіберілді. Федрикс марафонына Афинаға дейін 42 км 195 метр аралығында жүгіріп өтіп, қуаңыздар біздің жеңдік деген сөздерін жан тапсырған. Оның құрметінде 1896 жылдан бастап марафондық жүгіріс ұйымдастырылып отырды. Дарий I-ден кейін парсы мемлекеті оның баласы Крекс басқарды. Біздің заманымыздан бұрынғы 480 жылы Крекс қалың қолмен Эладағы жаңа жорыққа шықты. Гректер таулар мен теңіз аралығында тар Премьев өкпелін қолдан бермеуге күш салды. Өйткені бұл өткел солтүстік Грекиядан орталық Грекия өтетін жалғыз жол еді. Енді Спарта патшасы Леонид қолбасшылық еткен шағын әскер Феримполь шақыртыларында орналасып жаудың жолына тосқауыл құрды. Спарталықтар ғасырлар бойы ұмытылмайтын ерлік жасады. Аз санды әскермен өздерінің бірнеше есе басым жауға қарсы Феримполь түбінде ұрыста Леонид бастаған спарталықтар ерлікпен қаза тапты. Феримполь алғаннан кейін Крекс әскері орталық Грекияға қарай жылжыды.
парсылар мен гректер арасында шешуші шайқасты Саламан мен Антайка аралығындағы бұғазда өтті. Бұл шайқаста Пимия-ста қолбасшылық еткен Афина флоты жауға табанды қарсылық көрсетті. Салаймани бұғазындағы шайқаста гректер парсыларға сұрапыл соққы берді. Крекс жеңілістен кейін әскерін қалдырып, өзі Грекиядан кетіп қалды. Біздің заманымыздан бұрынғы 479 жылы Флатия түбінде шайқаста біріккен грек әскерлері парсылықтарды талқандады. Осы шайқастан кейін парсылар Балқан түбегінде құрылды. Сөйтіп гректер ұзаққа созылған аса ауыр күресте өз елінің тәуелсіздігін сақтап қалды. Грек-Македон билігінің орнауы біздің заманымыздан бұрынғы 6 ғасырда Афина қала мемлекетінің қайта өрлей бастады. Бірақ та Грекияның солтүстік шығысында Элиядағы үлкен қауіп төнді. Бұл қауіпті төндіруші Балқан түбіндегі солтүстік бөлігінде орналасқан Македония еді. Македония елінің патшасы 2 Филипп болды. Филипп екі Грекия қалаларын бірінен кейін бірін бағындыра бастады. Сол Фрикияның жағалауындағы грек қалаларын күштен алды, ал кейбір қаланың өздері қосылып отырды. Грек мемлекетінің ішінде Македония үшін неғұрлым күштісі Афина болды. Македон патшасының жағалаушылық соғыстарынан Афинаның демосы табан тіресе қарсылық көрсетті. Афиналықтардың тәуелсіздігі жолындағы күресте әйгілі шешен Стейвос басшылық жасады. Халық жиналысында ол 2 Филипп патшасы басқыншы деп атап, соған қарсы шешуші күреске шақырды. Демосон қорғана отырып, соғысқа әзірлеріміз керек, біз бостандық үшін күресеміз деп мәлімдеді. Македония мен Грекия арасындағы ең ірі шешуші соғыста біздің заманымыздан бұрынғы 338 жылы Херония қаласының маңындағы соғыс болды. Бұл соғыста шешен Демосон да қатысты. Ол қолына қару алып қатардағы жауынгер ретінде майданға шықты. Шиеленіскен соғыс ұзаққа созылды. Ұрыстың алғашқы кезеңінде Афиналықтар македондықтардың әскеріне тойтарыс берді. Тіпті 2 Филипптің Македонияны жақсы қаруланған әскерлері батылдық көрсетті. Бұл соғыста 2 Филипптің 18 жасар ұлы Александр да қатысты. Александр атты әскерді басқарып гректерді қиылдан соққы берді. Херено түбіндегі ұрыстан кейін гректер жеңілді. Енді гректер түгелімен Македонияға бағынды. Олар өздерінің бостандығынан айырылды. Bir кездегі аты әлемге мәшһүр болған Афина мемлекеті осылай бір соғыстың нәтижесінде Афиналықтардың мемлекетінен айырылып Македонияға бағынуға мәжбүр болды. Достар, видеоны әлеуметтік желіге таратып, ендігі келетін видеоны күтсеңіздер, аман сау болыңыздар.